Басыңыз ауырып, мазаңызды алды ма? Іше салар дәріңіз жоқ па? Немесе дәріден әбден мезі болған шығарсыз. Ендеше, қытайлықтар 5000 жылдан бері қолданып келе жатқан нүктелі массажға, акупрессураға жүгініңіз. Акупрессура дегеніміз не? Ол ежелгі Қытайдан келген нүктелі массаж. Оны қолданудың мәні тері астында жасырынып жатқан ерекше меридианды сызықтар арқылы дертке шипа табу. Мұндай меридиандағы нүктелер саны бірнеше мыңға жетіп жығылады. Олардың әрқайсысы организмнің белгілі бір функциясына жауап береді. Массаж арнайы медициналық білімді талап етпейді, әрі қиын түгі жоқ. Бұл тәсілдің ғалымдар арасында пайдалы екеніне көз жеткізген. Акупрессуара нүктелерін қалай уқалаймыз? Алдымен ыңғайлап отырып не шалқалап жатып алыңыз. Ойыңыздағы барлық негативтерді шығарып, өзіңізді еркін ұстаңыз. Бас ауруыңыз массаж кезінде не 10-15 минутта өте шығады. Қытайлықтар алдымен бас қатты ауырғанда акупрессура нүктелерін 1-5 минут бойында айналдыра массаж жасайды. Екіншіден, созылмалы аурулар кезінде ол нүктелерге қатты салмақ салмай, сұқ саусақ не бас бармақпен 30 секунд уқалайды. Үшіншіден, акупрессураны бұрыннан жасап жүргендер болса, сұқ саусақты қатты баса отырып 3-5 минут бойы массаж жасайды. Керек болса, бұл тәсілді күніне бірнеше рет қолдана беріңіз. Оның денсаулыққа ешқандай кері әсері жоқ. Хэ-гу нүктесі. Қытай медицинасында Хэ-гу нүктесі универсалды болып келеді. Оны тек бас ауру кезінде ғана емес, тіс сыздағанда, бір нәрсеге назар аудара алмай жатқанда пайдаланса болады. Тек бұл нүктеге аяғы ауыр әйелдер соңғы айында жолай көрмесін, себебі ерте толғаққа алып келуі мүмкін. Хэ-гуды бас бармақ не сұқ саусақ арқылы алақанды жыбырлата отырып уқалау керек. Ин-тан нүктесі. Үшінші көздің акупрессура нүктесін ежелгі адамдар болашағын болжау мақсатында да пайдаланған екен. Ол мұрынның екі көз аралығындағы қырында орналасқан. Ин-тан тек бас ауруында емес, көз талғанда, ас қорытуда, қиындықтарға тап болғанда, асқазан жарасы кезінде пайдалана береді. Оны бас бармақпен, сұқ саусақпен, тіпті сүйекпен уқаласа болады. Цуан чу нүктесі. Бұл нүкте қастың басталар тұсында симметриялы орналасқан. Оның көмегіне басыңыз, әсіресе желке тұсыңыз ауырғанда, ұйқысыздық кезінде, тұмауда, көз шаршағанда жүгінсеңіз болады. Цан чуды бір уақытта екі қолмен уқалау қажет. Цю ляо нүктесі. Бұл нүктені табуға сізге сурет көмектеспек. Оны бір уақытта екі қолдың сұқ саусағымен немесе бас бармағымен уқалау керек. Бірнеше минут жасалған массаж шаршауды басып, тұмау алдындағы ыстықты түсіріп, тіс пен бас ауруын жеңілдетпек. Цян чу нүктесі. Басыңыз компьютер алдындағы ұзақ жұмыстан кейін сынып бара ма? Мойын омыртқасы дұрыс емес тұрғанда, бұлшықеттер шамадан тыс жұмыс істеуге мәжбүр. Ал оның емін Цян чу нүктесі жақсы біледі. Ол мойынның жоғары жағында омыртқа жотасынан 1 см биіктікте орналасқан. Жалпы ол нүктелерге массаж шалқалай жатқанда жасалады. Ал егер оған мүмкіндік болмаса, отырып қолыңызбен басып қалыңыз. Тай чу нүктесі. Бұл нүкте аяқтың үлкен және екінші саусағының орта тұсында орналасқан. Тай чун бас табан ауруында әлсіздікке көмекке келеді. Оны қолмен уқалауға және екінші аяқтың өкшесімен басуға да болады.
Ең бастысы, массаж алдында бұл әдістер сіздің ауруыңызды басатынына сеніңіз. Өз денсаулығын жақсы күтетін, өз өмірін жақсы жаққа қарай өзгерткісі келетін сапалы адам болғыңыз келсе, арнаға тіркеліңіз. Өміріңізге пайдалы видеоны басқа адамдарда көрсін десеңіз, біздің еңбегімізді бағалап, лайк басып, жақындарыңызға таратсаңыз, біз қуанышты болар едік. Көп рахмет. Аман сау болыңыздар.